Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа не жасарыңызды білмей отсаңыз, осы жаппасай тағамын жасап көруге кеңес беремін. Тойымды әрі дәмді тағамдардың бірі. Кейбір өңірлерде бұл тағамды үнді мантасы деп те атайды. Өте дәмді және жасалу жолы оңай. Видео рецептің барлығын толық анық түсіндіретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз, ыдысымызға жұмыртқа саламыз, және де 1 шай қасық тұз саламыз, және де 100 мг болатындай суымызды құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Содан соң ұнымызды саламыз. Бұл жерде менде шамамен 400 грамдай ұн. Ұнды салған уақытта міндетті түрде 2-ге немесе 3-ге бөле отыра салыңыздар. Бірден салмаңыздар, өйткені әр ұнның сапасы, сорты әртүрлі болғандықтан суды өзіне әртүрлі сіңдіреді. Мінекей осылай қамырды қолымызбен жақсылап іріткісі толықтай кеткенше иін қандырып илеп аламыз. Біздің қамырымыз орташа тығыздықта болу қажет. Енді осы дайын қамырымыздың бетін жауып, бір шетке кішкене 15-20 минутқа алып қоямыз. Енді етімізді тураймыз. Бұл жерде менде жылқы еті, сиыр етін немесе қой етін қолдана берсеңіз болады. Шамамен 400 грамдай ет. Етімізді ұзынша қылып турап, осындай жіңішке көбіктерге турап аламыз. Сонымен қатар бізге көкөністер қажет болады. Бір бас үлкен пиязымызды 4 бөлікке бөліп, жіңішке қылып турап аламыз. Және де тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышымызды ұзынша қылып тураймыз. Және де бұны да көбік қылып турап аламыз. Яғни барлық көкөністерімізді ұзынша қылып турап, және де 4 бұрышты қылып турап аламыз. Енді қазанымызға сұйық май құямыз. Мен бұл жерде малдың ерітілген іш майын қолданамын. Майымыз толықтай еріп қызыған соң дайын туралған етімізді саламыз. Етімізді араластыра отыра шамамен 5 минуттай қуырамыз. 5 минуттан кейін еттің өзінің сөлі шығады, яғни суы шығады. Осы су бізде толықтай тартылу қажет. Етіміз қызарғанша қуырылу қажет. Мінекей осылай қызарып қуырылады. Содан соң дайын туралған сарымсақ пен пиязымыз салып, тағы да 2-3 минуттай араластыра отыра пиязымыз сарғайғанша қуыратын боламыз. Сонымен қатар қалған туралған көкөністерімізді саламыз, яғни картобымызды және болгар бұрышымызды және де сәбізімізді салып, осы етте араластыра отыра шамамен 10 минуттай қуыратын боламыз. Газ отымыздың асты орташа оттан сәл-пәл төмен болу қажет. Қақпағын жаппай осылай араластыра отыра қуырып аламыз. Қуырылғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіштерді саламыз. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіш салсаңыз болады. Қара бұрыш пен тұз саламыз. Тұзды міндетті түрде дәміне қарай саласыздар. Және де бір помидорды турап салсаңыздар болады. Менде бұл жерде үйдің дайындалған кәдімгі помидордан жасалған томатный паста, осыны құятын боламын. Егер сізде помидор болмай жатса, яғни қызанақ болмай жатса, онда кәдімгі дүкеннің томат пастасын қолдансаңыз болады. 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Араласып қуырылғаннан кейін суымызды құямыз. Ыссы су немесе салқын су құйсаңыз болады. Суымыз міндетті түрде толықтай етіміздің барлығын жауып тұру қажет. Және де қазанымыздың қақпағын жауып, суымыздың қайнағанын күтеміз. Бірнеше минут өткеннен кейін суымыз қайнайды, және де газ отымыздың астын баяу отқа қойып, шамамен 30 минуттай пісіретін боламыз. Әзірше қамырымызды жайып аламыз. Дайын қамырымызға кішкене ұн сеуіп, осы видеода көрсетілгендей қолымызбен басамыз. Жұдырығымызбен басып, осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Осылай жасап алсаңыздар, сіздің қамырыңыз оқтаумен жазған кезде, яғни жайған кезде толықтай дөңгеленіп шығатын болады. Және де тағы да кішкене ұн сеуіп, енді оқтауының көмегімен қамырымызды жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Біздің қамырымыз кәдімгі жұп-жұқа болып шығу қажет. Және де құрметті көрермендер, бұрын-соңды каналға тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Апта сайын арнамда осындай кереметтер рецептермен бөлісіп тұратын боламын. Және де қазақша контентті қолдап, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Мінекей қамырымызды осылай жұп-жұқа қылып жайып аламыз. Астынан біздің қолымыз көрініп тұратындай қылып жұқалықта жайып алатын боламыз. Бұл жерде мен қамыр үлкен дөңгелек болып шыққаннан соң видеода толық көрінбеген үшін ортасынан екіге бөліп алдым. Бөлмей-ақ толықтай дөңгелегімен жайсаңыз да болады. Дайын болған қамырымыздың бетіне сұйық май жағатын боламыз. Бұл жерде мен малдың іш майын қолданамын. Бұл май ешқандай қатып тоңып қалмайды. Және де сұйық май қолданбасаңыздар, зәйтүн майын қолдансаңыздар болады. Өйткені бұл жерде негізі пайдалы, адамның ағзасына зиян тимейтін май қолданғандарыңыз дұрыс. Егер болмай жатса, әрине сұйық май қолдансаңыздар болады. Барлық жеріне осы майымызды толықтай жақсылап жағып шығатын боламыз. Және де екінші қалған қамырыма да дәл осылай жағып шығатын боламын. Содан соң дайын қамырымызды осы видеода көрсетілгендей қылып ұзынша алып кесіп аламыз. Және де төртбұрышты қылып кесіп алатын боламыз. Барлық қамырымызды дәл осылай төртбұрышты формаға келтіріп кесіп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай шығады. Енді осы уақыт ішінде біздің толықтай етіміз де дайын болды. Кішкене осылай суы тартылады. Егер сізде суы тым қатты тартылып қалып жатса, міндетті түрде су құйыңыздар. Енді осының үстіне біз қамырымыз салатын боламыз. Жаңағы дайын туралған май жаққан қамырымызды май жағылған бөлігін төменге қаратып саламыз. Яғни бір-бірінің үстіне жабысып қалмас үшін осылай салыңыздар. Ешқандай қорықпаңыздар. Біздің май жаққаннан кейін біздің қамырымыз бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығатын болады. Сондықтан да май жаққан бөлігін төменге қаратып салыңыздар. Енді қазанымыздың қақпағын жауып, баяу отқа қойып, шамамен 30-35 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей достар, біздің тағамымыз осымен дайын. Қамырын осылай екі бүктеп салсаңыздар болады, немесе жаңағы жайып салсаңыздар болады. Яғни бешбармақтың қамырындай қылып ыдысымызға жайып алсаңыздар болады. Осымен жаппасай тағамымыз дайын, өте тойымды, дәмді тағам болып шығады. Бұрын соңды жасап көрмесеңіз, міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Жаппасай тағамын осы қамырдың ішіне салып, осылай манты секілді қылып жейтін боламыз. Осы салмасына қосымша қаймақ қолдансаңыздар да болады. Тағам өте сочный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Және де видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.